Достар, менен көбісі сұрайды, мен қандай микрофон қолданады деп, достар. Міне, мен қолданатын микрофон Fifainka 668 атты өте мықты динамический микрофон, достар. Бұл микрофонның ішінде профессиональный динамический микрофон, достар, өте мықты шумоподавлениемен өте мықты жасалған динамикалық микрофон, достар. Яғни бұл микрофонмен сендер неше түрлі запись істей аласыңдар, достар, видеоға арналған, неше түрлі подкаст түсіре аласыңдар, достар, интервью түсіре аласыңдар. Соның бәріне жарай беретін өте мықты микрофон, достар. Көп микрофон келе бермейді, бірақ именно Fifainka 668 бәріне әдем келетін болды, достар. Бұл микрофон қостыру үшін, достар, сендерде арнайы Type-C арқылы қосасыңдар, достар. Бүкіл осы микрофонның ішінде бар, және де бір плюсы бұл микрофонның ішінде пантографқа жалғайтын осындай резбасы бірге жүретін болады, достар. Бұны жеке заказ беріп күтіп жүрмейсіңдер, осындай резбасы бар, достар. Осындай бүкіл документтері бәрі болады, достар. Ішінде өте мықты микрофон. Міне, достар, көріп тұрғандарындай, мен бұл дауысымды микрофонға жазып отырмын, достар. Қараңдар, осындай өте мықты микрофон. Мына кнопкасын бассаңдар, достар. Опа, и мен дауысым естіледі, достар. Өте ыңғайлы микрофон, достар. Және де бұл микрофон астында осылайынан звуктарды регулировка жасай аласыңдар, достар. Type-C арқылы тығылатын болады. Барлығы өте күшті жасалған, достар. Өздерің көріп отқандарындай видеоның бәрін осы микрофонмен түсіремін, достар. Өте мықты. Міндетті түрде заказ бергілерін келсе, достар, ссылкасын описанияға қалдырып қоятын боламын, достар. Міндетті түрде осы микрофон заказ беріңдер, өте мықты микрофон. Және де, достар, осылайынан губкасы шешілетін болады, достар. Міне мынандай губкасы да өзі микрофонмен жүретін болады, достар. Губкасы микрофон түрі осылай, и хоппа деп кигізіп қоясыңдар, достар. Өздеріңе қалай ыңғайлы солай қолданатын боласыңдар. Так что міндетті түрде ссылкасын описанияға қалдыратын боламын, достар. Бұл микрофон заказ берген кезде егер керек болса, бұл микрофон заказ берсеңдер, достар, сендер обязательно осындай мекінде пантографпен бірге заказ беріңдер, достар. Әйтсе бұл микрофон былай қоя алмайсыңдар. Я қайталап айтамын, бүкіл ссылкасы описанияда болатын болады, достар. Астыға кіріңдер, микрофон заказ беріңдер, достар. Өте өкінбейсіңдер заказ берсеңдер. Fifain компаниясы өте жақсы микрофондар шығарады, достар. Бұдан бөлектен неше түрлі мықтылар бар, бірақ именно осыған жететін микрофон жоқ, достар. Так что бәрін заказ беріңдер, ссылкасы міндетті түрде описанияда болатын болады. Жоқ, в смысле келе алмайсыздар, мен соны түсінбе. Сіздердің жұмыстарыңыз ғой бұл деген, келіп сіздер маған көмектесулеріңіз керек қой. 13-ші ауылға ертерек келіп маған тауып беріңіздер, әйтсе білмеймін мен деген не. Сіздерге көмектеседі деп звондап отырмын, мен қалай тауып бере алмайсыздар сіздер? Сіздер көмектесесіздер ғой, негізі адамға көмектеспейсіздер ма сіздер деген, маған осылайынан көмек көрсетулеріңіз керек. Осындай кезде не үшін ондай полиция жұмыс істеп жүрсіздер онда? Ой, мә. Көп болған не, шынды ма? Мә, не істеймін? Сағат қанша болды өзі? Ё-майо. Так, тағы да звондап көру керек. Полиция басқа кімдерге звондап болады? Ё-майо, так, бәріңе сәлем, достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшоқ, бүгінгі видео қош келдіңдер. В общем, менде жаман жаңалық, достар, я. Көбісін білмей тұрған шығарсыңдар қандай жаңалық екенін. В общем, сендерге айтам ба, айтпайым ба, білмеймін, достар. Неге сендерге айтқым келіп тұрған жоқ ол жаңалық, достар. Мен сендерге көрсетем ба деп арнайы соны әкеп видео түсірем деп арнайы дайындап жүрмін, достар. Бүгін видео түсіруім керек болған. Азанда тұрам, ол нәрсе жоқ, достар. Не деп ойлайсыңдар? Комментария жазып кетіңдерші, достар. Ё-майо, не істеймін, не істеймін. Короче, сендерге түсіндіріп кетейін да, достар. В общем, мен деген Майнкрафттағы жалпы әлем бойынша өте редкий Мерседес сатып алған болатын, достар. Ақшам бәрін жинадым да, өте редкий Мерседес новыйдан өзіме машина сатып алған болатын, достар. Анау өте жылдам жүреді, достар. Оны мен кейбіреулерің мен видеомдан көргенсіңдер баяғыда, достар. Ол кезде, достар, енді мен деген сол машинаны өз ақшама, өз күшіме сатып алған болатын, достар. И ауылға алып келем, достар. Азанда ұйқымнан оянам, тұрам, короче. Келем былай ауылға бір тамашалап қараймын да, не қараймын? Машина жоқ, достар. Жоқ машина. Кеше сатып алған, өте қымбатқа сатып алған. Ең қымбат тұратын, достар. Аукционнан алатын, достар, машина жоқ. Мен не қойып қойдым? Біреу алып кеткен, достар. Ұрлап кеткен бе, білмеймін. Енді полицияға звондасам, ойбай көмектесе алмай, біз ауылдарын тым алыс дейді, достар. Болмайды ғой былай, мә. Барлығы кеше жетелерін бәріне мақтанып едім, жыртылып. Мына көршім әсіресе, достар, қатты өзінше қаламау еді, достар. Бір бәле қарғады ау деймін осы бәле, достар. Осы кеше әбден бір жақтырмай тұрады, достар. Көре алмай. Қарғады ау деймін осы мен кеше, достар. Уже машина жоқ, қарандар, көріп тұрғандарындай. Білмеймін, ал не істеу керектігін, енді үйде отыру керек, пока что грядка істеу керек әлі маған, достар. Проблемасымен, достар. Жұмыс істеп тастау керек, грядка істеп тастау керек маған, достар. Так, ё-май, Майнкрафттың звугын сәл азайтайыншы, достар. Мен білмеймін не істейтінен, достар. Барынша іздеп көру керек. Еще ана машина әлі мен атыма тіркелмеген еді, достар. Оны табу қиын болады. Егер машина менің атыма тіркеліп тұрғанда, достар,
базадан қарап тауып алуға болатын еді достар. Еще менің машинамда GPS трекер бар, бәрі бар. Бірақ машина менің атыма тіркелмегендіктен оны енді табу қиын болады достар. Вообще табамауым да мүмкін. Ана машинаны достар көрген адам походу ұрлап кетті сонша біреу достар. Иә, рисун біреу ұрлап кетті өткен деген ана машинаны көрген адам алғысы келеді, оны екінің бірі ала бермейді. Ондай машина достар өте анау қымбат біріншіден, екіншіден өте редкий машина достар. Білмеймін ал не үшін екенін. Мына житель кеше қарап еді достар. Ойбай, не істеп тастаған мына потологын. Үйінің чердагын қандай қылып тастаған достар, дәу қылып тастаған ба? Басқаша қылып тастапты да. Бір бөлме қосып отырмай чердаг сияқты достар. Андай еді баяғыда. Қазір андай өзгеріп тастапты достар. Білмеймін ал. Осы именно осы шетелдің кесірінен достар. Бәле тұрған қарсаңдаршы. Именно осы мен кеше әбден қарғады достар. Кеше жыртылып көрсеткен кезде мен көре алмай достар, маған үйтіп ой, осы ақпа анау мынау деп көре алмай іші жанып береді достар. Осы бәле қарғаған сияқты менше достар. Білмеймін ал не екенін. Ішім осы сезіп тұр. Осы что-то не то достар. Мына шетелге қатысы бар сияқты. Білмеймін ал чердагын істеп тастап достар. Кеше түнде ғана бұндай чердаг жоқ сияқты еді. Бүгін азанда істеп тастап достар. Кеше түнде машинам қойған кезде бұндай жоқ еді, иә. И төбесіне стекло ма? Анау яри бір нәрсе салып отыр ғой достар, анаяқта деген бір нәрсе салып отыр ғой. Стекло сияқты біле тұр ғой что-то төбесінде. Так, білмеймін ал заттардың бәрінен маған деген қазір сундукқа салып тастайын да, қолымдағы пшеницалардың бәріне настроением полностью түсіп кетті достар. Полностью настроением жоқ. Ана машинаны даже мен сатып алғанымды Ершат та білмейді, Ринат та білмейді достар. Нұрлан ешкім білмейтін еді достар. Только өзім ғана білетін ол машина туралы. Сендерге енді бүгін көрсетем ба деп отқан едім достар. Ершаттарға барып өзім сеуіп барам ба деген едім. Қаяқтың машина ұрлап кеткен. Жоқ, қалай боласыңдар егер сендердің достар машиналарыңды тупо алып ұрлап кетсе достар. Біртүрлі ғой, ё-моё. Так, білмеймін достар, так церковьке барып бір нәрсе төбеден зат алу керек достар. Қаяқта ол, мына жақта ма, екінші этажда ма, қай жерде тұр екен ол зат достар. Екінші этажда таза, что-то жителдер жоқ сияқты ғой достар. Ё-моё, үшінші этажда таза. Мәтім жоқ қой, жителдер церковьке қойып кету керек еді достар. Білмеймін қандай не салып тастаған. Так. Стоп. Достар. Мына ішінде маған солай көрініп тұр ма? Әлде сендерде де солай көріп тұрсыңдар ма достар? Бір машина тұрғандай ма ішінде? Анау менің машинам емес па? Менің машинам дәл сондай еді достар. Цветі де сондай көк түседі. Чего вообще чердакқа не үшін қойып қойған мына машинаны? Анау менікіне ұқсайды достар. Барайыншы ана жителге. Үйіне бір бірақ ол маған көрсетпейтін шығар достар да. Анау менің машинам болса көрсетпейді ол газ. Барынша жасырады ғой ештеңе жоқ деп. Так көрейік. Житель. Житель қалайсың? Есікті оқылату деген жоқ па? Жоқ сенде. Кешір. Житель не ғой? Сен үйіңнің төбесі бос па? Өткенде үйіңнің төбесіне бір нәрсе қарайын дегенім, бір зат складың бар еді үйдің төбесінде. Чердак па? Чердак бос. Жоқ, бос емес чердак. Бос емес уже. Бір нәрсе басқа нәрсе істеп жатырмын оқа. Ой, не істеп жатсың? Бәсе, байқадым. Крышасын үлкейтіпсің. Не істеп жатсың? Бір нәрсе салып жатсың ба? Жоқ, бір нәрсе салып жатырмын. Не болды? Сен қатысы жоқ, айшоқ бара бер. Көре салайын деген мо? Қазір жоқ, мына лестницамен міне ма чердакқа? Мінбе ойға. Болмайды саған. Құртен сен. Рұқсат кіріп жатсың ба? Бай жалым жазып жіберем қазір. Ой, болды, житель. Так, достар. Мен походу түсінген сияқтымын. Церковьке, так, қайта үйге кіре салайын. Мен походу түсіндім достар. Бірақ нақтысын білмеймін. Бірақ ішім сезіп тұр. Ана житель менің машинамды өзінің чердагына жасырып қойған. Қалай екен білмеймін достар. Бірақ өзінің чердагына жасырып қойған сияқты. Себебі достар, ояқта егер басқа нәрсе болса, ол менен олай жасырмайды. И бағана церковьтан қараған кезде көрдіңдер достар. Бір машина тұрған. Менде бір план бар достар. Қазір деген енді бұл түнде ұйықтайды ғой. Қазір ол никак көрсетпейді ол маған достар. Қазір түнде ұйықтайды. Түнгі примерно 2-лердің шамасында ұйықтап отқан кезде мен жаймен кіріп чердакқа мініп көруім керек достар. Менің машинам ба, реально или менікі емес па достар. Вот соған көзім жеткізуім керек. Ал егер менікі болса, оппа, на болады достар. Ол жителдің жағдайы қиын болады. Ал егер менікі емес болса, мен тыныш қана шығып кетемін достар. Маған қатысы болмағаннан кейін. Енді көреміз қазір достар. Сағат бізде уже обедке 1 болып жатыр екен. Түнгі 2-лерге шейін қазір білмеймін достар. Пока что видео түсіре тұратын шығармын.
бірақ ішім сезіп тұр 100% анда менің машинам бар сияқты достар. Бірақ білмеймін ал. Күтейік ал түнді достар. Түн болған кезде бәрін көреміз енді. Достар, уже сағат түнгі 2-ден 20 кетті достар, қарандар. Ана жедел ұйықтаған шығар деген ойдамын достар. Жаймен былай қарайық. Иә достар. Иә, так төбе жағынан барайық достар. Кроватьта жатыр анау. Иә достар, ұйықтап отыр екен. Все, бізде шанс бар достар, үйдің ішіне кіріп кетуге. Так, менде деген мында бір нәрсе бар ма достар? Меч достар, на всякий случай жабыла салайық мечті. Бір нәрсе болып қалса достар. Ал жаймен кіру керек достар бізге. Так, үйге так есік ашық екен, құлттанып тұр ма екен достар? Ема құлттанып тұр ғой. Так, қолымда ана тесікке тығып былайынан бит. Опа. Все, тыныш достар, тыныш. Жаймен жабамыз. Е достар, жаймен келіп төбені көретін боламыз. Жедел ұйықтап отыр ма? Ұйықтап отыр да достар. Все. Оянып кетпей тұрған кезде жаймен көрейік. Иә достар. SL65 достар. SLS AMG. Міне. Көріп тұрғандардай менің новый машинам достар. Жедел ұрлап кеткен достар. V12 B-Turbo еді достар бұл машина. Мерседестің ең редкий түрі достар. Былайша айтқанда, енді сендерге көрсетейін деп ойладым. Жоқ достар, біз таптық. Жедел ұрлап кетіпті машинаны достар. Қараңдар. Осындай машина бізде. Мен сатып алған. Бірақ енді жеделдің ісі менімен болады достар. Иә достар, кстати, бұл купе 2 адамдық. Шын қараңдар, өте пәс, бірақ скорости достар өте айуан спортивный машина болғандықтан бұны енді қайып шығарамыз біз достар бұл жерден. Бұны қайып шығарамыз достар, сол вопрос. Азанды күту керек бізге достар, по идее. Давайте кетік, тым болмағандай астыға түсе салатын шығармын достар. Иә, мынау реально менің машинам достар. Так, номерін қарай, номерін. Иә достар, SL65 достар. Иә, менің машинам мынау. Бұндай Майнкрафтта достар, именно біз тұратын ауылда бұндай жалғыз ғана достар. Тек қана менде бар. Енді менде болады деген ойдамын. Так, енді бұл пока что тұра берсін достар. Ертең азанда мен деген, азанда ерте тұрам да полицияларға звондаймын или барам достар. Қалай да болсын полицияларды әкеп алып, мына жеделге достар сазайын тарттыру керек болып тұр ғой бізге. В общем, мына все видеоға түсіріп алдым, барлығы доказательстві бар. Енді бұны түк болмағандай жаймен түсіп кетейік достар. Мына оянып кетпесін. Оянса да бәрібір, бірақ бізге терезесін сындырып кетейік терезесін достар. Вообще жақпай қалды маған. Все достар. Енді үйге смело кіре берсек болады. Главное, машинаны таптым достар. Машинам алыс емес, мына жерде тұр екен. Азанда енді полиция шақыру керек болды бізге достар. Көрдіңдер, енді осы машинаны басқа жеке сендерге обзор жасап әдемі қылып түсірейін дегенім негізі достар. Бірақ болмай қалды. Мына жеделдің кесірінен ұрлап кетті достар. Жаман іштар жедел достар. Көре алмай менің машинамды ұрлап кеткен болатын. Иә достар, енді сондай машина. Келесі видеоларда тағы машинаны бір көрсететін шығармын. Қой, ұйықтаймын мен достар, ұйқым келіп кетті мен деген. Осыны видеоны аяқтайтын шығармын. Сендерге болғанмен айшоқ достар, видеоны лайктарыңыз ардамызға тіркеліп кетейік достар. Ана жедел туралы өздерің ойларын комментарий жазып кетіңдер. Сау болыңдар.